Отбасымызбен холодец дайындадық. Адам денсаулығына өте пайдалы асты міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен сиырдың аяғын жақсылап ұйытып, жуып тазалап алып, суға салып қайнатасыздар. Бірінші көбігін алып тастап, екінші суын төгіп тастайсыздар. Бізге бірінші суы керек емес, өйткені қатты майлы болып кетеді. Екінші рет су құйып атқанда толтырмай құясыздар, тұз салып, баяу отта 7 сағат қайнатасыздар. Ет қосып жерсеңіздер де тіптен керемет болады. Пияз, сәбіз, қара бұрыш, лавр жапырағын қосып, біраз уақыт қайнатасыздар. Осылай сүйегінен еті бөлініп түсу керек. Майдалап турайсыздар, немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Осылай барлығын турап алып, сорпасын сүзгіштен өткізіп аламыз. Әсемдік ретінде өзіңіздің қалауыңыз. Мен бөдененің жұмыртқасын, сәбіз пайдаландым. Етін бәрін қосып болғаннан кейін